Ассаламалейкум ағайын. Бүгінгі қиссамыздың тақырыбы өзгеге зияның тимесін. Бірде ферма қожайыны тышқан аулайтын қақпан қойыпты. Оны байқаған тышқан көрген білгенін тауыққа, қойға және сиырға жеткізеді. Ал олар болса, қақпан сенің проблемаң. Бізге оның еш қатысы жоқ. Өз шаруаңды өзің шеш деп тышқанды сөйлетпей тастайды. Кешкісін қақпанға жылан түсіп, фермердің әйелін шағып алады. Күйеуі әйелі жақсарсын деп тауықты сойып, сорпа дайындап береді. Ал әйелдің жағдайын сұрап келген қонақтарға қойды сояды. Жағдайы нашар әйел қайтыс болады. Ал садақа өткізуге сиырды сояды. Осы көріністің барлығын тышқан өз үнінен қарап отырады. Бұдан түйін, өзіңізге тікелей қатысы жоқ шаруаның сізге мүлдем кесірі тимейді деп ойлау үлкен қателік.